Парламент мәжілісі 43 жастағы Олжас Бектеновті премьер-министр қызметіне тағайындауға келісім берді деп хабарлайды Спутник. Қазақстан тілшісі. Бүгін биліктегі Мәнат саяси партиясы мемлекет басшысына жаңа премьер-министрдің кандидатурасын ұсынды. Аманаттықтардың таңдауы Антикордың бұрынғы басшысы Олжас Бектеновке түскен. Заңнамаға сәйкес президент кандидатураны мәжілістегі партиялардың фракцияларымен талқылап, кейін депутаттардың келісімін алу үшін мәжілістің қарауына енгізді. Төменгі палата депутаттарының көпшілік даусымен Олжас Бектенов үкімет басшысы болды. Енді осыдан кейін үкіметтің жаңа құрамын жасақтау басталады. Олжас Бектеновтің кандидатурасын 69 депутат қолдап дауыс берді. 7-і қалыс қалды. Мемлекет басшысының жарлығымен Олжас Бектенов Қазақстан Республикасының премьер-министрі болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.